Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын ажурный блинчиктер жасайтын боламыз. Яғни осындай піскенде тесік-тесік болып шығатын блинчиктер жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң оның үстіне 3 ас қасық қант саламыз. Тәттіні жақсы көрулеріңізге байланысты саласыздар. Мен 3 ас қасық жарым салдым. Енді оны тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң 1 шай қасық тұз саламыз да тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Енді оның үстіне сүтімізбен ұнымызды осылай кезек-кезек салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек, ал ұнымыз міндетті түрде електен өткізілгені болуы керек. Осылай біртіндеп салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Міндетті түрде осылай бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай масса шығады. Енді оның үстіне қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Оны да 2 бөліп құямыз да жақсылап араластырып алатын боламыз. Ең соңында оның үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз да тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей бізде осындай масса шығуы керек. Енді табамызды қыздырып, түбін кішкене майлаймыз да оған массамызды құйып, осылай пісіріп алатын боламыз. Беті кішкене тескішелер пайда болады. Мінекей осындай, сонда екінші жағын аударып, осылай пісіріп алатын боламыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Сонымен біздің ажурный блинчиктеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады және тескішелерімен өте әдемі болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Азиза. Сау болыңыздар.